Қайырлы күн, менің сүйікті сүйкімді көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен барлық қазақ жақсы көретін, балалар сүйсініп тұрып жейтін кеспе көже жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші біз қамырын дайындап қоямыз. 1,5 кесе ұнның үстіне 1 жұмыртқа қосамыз. Сосын тұз қосамыз. Тұз араластырамыз. Сосын үстінен ақырындап су құйып отырамыз. Осылайша суды ақырындап қосып отырып, қамыр елеп аламыз. Мінекей мен қамырымды елеп алдым. Енді иығанғанша қойып қоямыз, 10 минуттан кейін тағы бір басып аламыз. Ендігі кезекте біз етімізді қуырып аламыз. Сұйық май. Енді майымыздың қызғанын күтеміз. Майымыз қызыды. Үстіне пияз саламыз. Біз пияз жегенді ұнатпаймыз, сол себепті кішкене ғана, жартысын ғана қосамыз. Қызарғанша қуырамыз. Мінекей пиязымыз осылай қызарып, әдемі болып қуырылды. Енді оның үстіне кез келген ет қосамыз. Менде жылқының еті тұздалған, сол себепті қазір мен тұз қоспаймын. Егер де сіздердің еттеріңіз тұздалмаған болса, міндетті түрде тұз қосу керек. Енді бұны да қызарғанша қуырамыз. Достар, етіміз осылай қуырылып жатқан жерінен үстіне бір ас қасық томат пастасын қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Томатымызды қосқаннан кейін 2 минуттай қуырып алдық. Енді оның үстіне қайнап тұрған су қосамыз. Осылай 2-3 минуттай қайната тұрамыз да, ақырын отқа қойып, етіміз толықтай жұмсақ, балғын болып піскенше қақпағын жауып қоямыз. Бізде шамамен жарты сағат 40 минуттай өтті. Етіміз осылай балбырап тұрып пісті. Енді оның үстіне бағанағы тура болған картоптарымыз бен сәбіздерімізді қосамыз. Араластырамыз. Енді оның үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды қосамыз. Енді оттың астын көтеріп, қайнағанын күтеміз. Енді осы уақытта тұзын көріп алу керек. Егер де тұзы жетсе, тұз қоспаймыз. Енді қайнағанын күтеміз. Енді достар, біз кеспемізді жасауға кірісейік. Ең бірінші осылай күлшеміздің үстіне ұн сеуіп, үстінен жақсылап басып, жаюға дайындап аламыз. Мінекей күлшеміздің үстінен жақсылап басып, жаюға дайындап алдық. Енді оқтаумен жаямыз. Достар, мен қамырымды жайып алдым. Өте қатты жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ. Жайды қатты қалыңда болып кетуіне болмайды. Мінекей қалыңдығы осындай болса жеткілікті. Енді қамырымызды
өзімізге ыңғайлы бөліктерге бөліп аламыз. Мінекей достар, мен қамырларымды осындай ұзын күлшелерге бөліп алдым. Енді былай өткіземіз. Егер де сіздерде лапшарецка жоқ болатын болса, сіздер қамырды қолмен де кесеңіздер болады. Егер де жайма қылатын болсаңыздар, қамырды өте жұқа қылып жаю керек. Мінекей осындай кеспелерімізді дайындай береміз. Достар, мінекей картоплымыз бен сәбізіміз пісті. Енді оның үстінен тағы да еселеп суын құямыз. Біз қазанды толтырып жасаймыз, себебі біздің отбасыда адам көп. Тұзын көруді ұмытып кетпейміз, жетпесе тағы да қосамыз. Су міндетті түрде қайнаған су болу керек. Егер де салқын су құятын болсаңыздар, қайнағанын күту керек. Енді тұзын көреміз. Біздің тұзымыз аздау, және де тұз қосамыз. Енді бұны да тағы да бір рет қайнатып аламыз. Мінекей осылай сақырлап қайнап тұрған сорпамызға кеспелерімізді саламыз. Үйдің кеспесі болғаннан кейін өте тез піседі. 2-3 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Көп салып жібермеңіздер, себебі ботқа болып бірігіп қалуы мүмкін. Өстіп ақырындап саламыз, араластырып тұруды ұмытпаймыз. Мінекей қараңыздар, қазірдің өзінде өте әдемі. Сонымен құрметті көрермендер, біздің кеспе көжеміз дайын. Мынаны қараңыздар, қандай күшті, әдемі, тәбетті болып шықты. Мына жерден кәдімгідей ауылдың иісі шығып тұр. Егер де кеспені өйстіп қолданысайтын болсаңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.